Баршаңызға қайырлы таң, қайырлы күн. Ұйқым кеп тұр. Түнде кеш жатын. Бірақ тұру керек. Қазір уже әдетке айналады. Тұра салып, бірден киімімді орамалымды істеп сіздерге видео түсіретін болдым ғой. Мен мына шайды алып көрген болатынмын, кеше естеріңізде болса. Бірақ мен алмас бұрын ойланған болатынмын. Алмадан мен дәмді бола ма, дәмді болмай ма деп. Бірақ көңілімнен шықты. Өте дәмді екен. Шиповникпен алма қосылған тас шайым. Өте керемет дәмді. Маған дәмі қатты ұнады, себебі біз кеше түнде осы шайды іштік. Таңғы асқа Орео торты. Кеше холодильникте көрген шығарсыздар. Енді шай ішетін боламыз. Шайым қоймады, енді демдердім, енді шай ішеміз. Қазір үйден шыққалы жатырмын, сондықтан киім дайындап жатырмын. Бүгін андай спортивка кисем ба деп тұрмын. Және де орамал серый, ақ футболка. И очки. Очки мен кетеретін қазір ұмытпай отырсам. Мінекей, киініп алдым. Енді жұмыстарымен шығып бара жатырмын. Біз тамақтанғалы жатырмыз. Ну, я же шамена, вы же меня знаете уже. Түсе алдық, яғни фаршталған тәтті бұрыш, салат и салат әзір. Және ішуге сосын шай алған жоқпыз. Мен андай штатив алып жатырмын. Және андай. Үйге қайтып бара жатырмыз, заттар алдық. Мен өзіме аңсап косметика да алдым. Үйге барғансам көрсетіп алдым. Мен үйге келдім. Бірақ шаршап тұрмын, ұйқым келіп тұр. Әлі күн жарық бірақ. Жарты сағат ұйықтап алсам ба деп ойланып тұрмын. Көреміз. Қазір алған заттарымды көрсетейін. Мен алған заттар Зоеваның кисточкасы. Видеода қарап көрініп тұрған сияқты, бірақ мына қоңыр сырты. Beauty блендер. Және менің қолымдағы қоңыр помада. Beauty блендер алдым, менікі уже ескіріп кеткен болатын. Помада Kylie. Бір оттенкісі маған ұқсайтын оттенк болған. Нюдовый түс, яғни оны беріп жібердім. Мен сұраған біреу сосын беріп жібердім. Так, мына бізде тоналка MAC. Менде как раз барлығы біткен болатын, алдыңғы видеода айттым. Max Factor'дың андай тоналкасы, MAC-тың андай тоналкасы қолдан көретін боламын. Туш пупа өте жақсы деп айтты. Осын қолдан көрем, сосын мынандай. Мынаны мүлдем қолдан көрмегенмін, пупаны қолдан көргенмін, білемін сапасы қандай екен. Ананыкін мүлдем қолдан көрмегенмін. Көреміз енді бұны қандай екен. Және де кушон. Кушонды да мен әше осы уақытқа дейін сатып алып, қолдап, онда еш нәрсе көрмегенмін. Запаскасы бар екен, корейский фирма. Миша шатыспасам. Миша мінекей. Мынаның запаскасы. Мен мынаны уже ашып үлгердім. Мінекей. Және де алған заттарымның ішіндегі ең маңыздысы ол штатив. Соткаға арналған штатив. Мен досымен сіздерге видео түсіретін боламын. Соткада тура менікіндей екен, как странно. Ашып көрсетем. Мына аштым. Қара сөмкеде мынандай USB шнуры бар. Және де бұл енді Қытай фирмасынікі. Документациялары сондайлар бар. Және де пульті болу керек бұның бір жерінде. Міне. Пульті бар. Яғни алыстан тұрғанда түсіру керек, басу керек деген сияқты. Бірақ мен пультті қолданам ба, қолданбайм ба білмеймін. Тіпті қолданып та көрмеппін бұны мен.
упаковкасы барлығы жақсы, яғни мындай салақанда, сосын мындай сөмкесінде және қорабында барлығы күшті. Менде негізі осы фирманың штативін қолданғанмын, бірақ ол камераға арналған қолданғанмын. Енді соткаға арналған алдым. Енді жаңа видеоларды көп күтіңіздер. Мегабоксты дайындап жатырмыз. Мені инстада оқитындар білетін шығар деп ойлаймын. Мындай ішінде оқтауы, мындайлары бар, миксері бар, мерчный стакандары бар, мерчный ложкалары бар, мынандай үнелегіші бар. Өте көп нәрселер бар. Капкейкке арналған бумажный форма, мынандай өзінің формасын ұстап тұратын мындай форма. Скребоктар, мынандай керемет силиконовый набор, венчик, барлығы бар. Мына столик айналатын, мына форма для выпечки, төртбұрышты дөңгелек жүрекше. Осының барлығы біздің Суперкенчек мегабокста. Және ас үй таразысы бар, мінекей мынандай. Енді біз оны тексеріп жатырмыз. Ол бізде қорапта батарейкасымен бірге жүреді. Тексеріп саламыз барлық нәрсені. Осындай набор. Бір ұйықтап тұрдым. Қатты шаршағандықтан ба, тез ұйықтап қалған сияқты. Тамақтанып отырмыз. Және де бағанағы алған помадаларымның оттенкісін сіңіліме көрсетіп отырмын. Мінекей. 5 оттенок. Мынау әдемі екен. Сол надо. Сосын менің ойымша, золотистыйды хайлайтер ретінде сияқты қолдануға болатын сияқты. Және тень ретінде өте күшті болатын сияқты. Сондықтан эксперимент жасап көреміз. Сосын еріннің ортасына амбре сияқты бояғанға күшті сияқты. Күшті. Эй, вот твоя сестренка сидит. Хорош. Мына мені сатып алған заттарым сіңіліме көрсетіп жатырмын, екеуміз шай ішіп отырмыз. Бізде шай, тесс, яблоко, шиповник. Мен тушты сатып алдым. И тағы бір туш болған. Мен кеттім қайда екен. Алып келдің ба? Қайда ол? Вот. Сатсағымыз. Глаз деп айтады, вроде білмеймін, қолдан көрмеппін. Мынау жақсы дейді, бірақ. Жақсы айтады, қолдан көрмеппін. Мен подругаларым қолданады. Менің кесочкалар кететін, 24 кесочка бар. Күшті екен. Әтеменгі жоғалып тұрдыңыз. О, тастан келеді. Менде мынау болды. Мына кесочка қасқарын алған. Бірақ менде ол таразда қалып кетті. Недавно таразға алған кезде сол жақта қалып кетті. Мына не екен тап? Сол маған қызық болып тұр. Пудра ма? Пудра емес. Енді? Тапса не екен? Хайлайтер? Жоқ, хайлайтер. Можно я прочитаю? Прочитай, пожалуйста. Тут все на корейском и на английском. Қазақша сөйлейміз. То есть мына жерде барлығы, бұл жерде барлығы ағылшынша және кәрісше жазылған екен. Өйткені кәріс фирмасы Мишаныкі. Біз білеміз ғой сіздермен бұның не екенін, өйткені мен сізге көрсетіп қойғам. Жеңілдің ба? Неге Friends? Жеңілдің ба? Достар, иә. Жеңілдің ба? Жеңілдім. Ақ жолы қайда? Жеңілгенің үшін маған не істеп бересіз, или не алып бересіз? Маған кендір беріңізші. Тим ба? Не болды сонымен? Кушон. Кушон деген түсінбеймін мен. Вот так открываешь. Мындай өзінің мындай армайындай болады. Мінекей. Және былай ашылады. Ішінде тоналкамен, тоналканың более легкий түрі, типа бибиге ұқсайды. Ну, өте керемет. Былай басып аласың. Мінекей. Білдірдіңіз ғой. Өзім қолданатын шығармын. Мінекей. Енді қараңыздар. Маған қара.
сила мейкапа болып отыр ма? Ту страшно түрін Қарашы маңызшы. Ты у меня красавица. Мінекей қараңыздар. Классный же. Камераны ұстап çalışты, жылжып тұрмын ғой. Өте керемет еді. Біз дастарханға косметикаларды қойып алып шай ішіп отырмыз. Қыздар, иә? Қыздар. Иә, қыздар. Так, Қазыға біргем. біз уже помадаларды көріп болдық, кисточкаларды көріп болдық. Бірақ мен ана мұны жақып көргім келіп отыр яғни. Қайсың? Ана қоңырын ше бір қызық болып тұр. Қазір эксперимент жасаймыз. Сосын мен адай Макс Фактор алғанмын. Біз үнемі осындай аламыз. Иә, Өте керемет. Мактікін алдым. Мактікін көрмеппін бірақ. SPF 15 дейді. Бірақ маған кушон ұнапты, потому что кушонда SPF 50. Мен негізінде басқа тушты қолданатынмын. Пупаны да мынаны да қолданып көрмегенмін. Хотя пупаны бұрында студент кезімде қолданып көргенмін, одан кейін қолданған жоқпын. Наны көбісі қолданады екенін айтып жатыр, білмеймін. Қолданып көремін. Қараңыздар, готтар сияқты қой. Мәссаған. Қара помада сияқты болып тұр. Иә, қап-қара сияқты. Бірақ негізі қоңыр. Иісін қарашы. Оны емес там. Мынаны иісі шоколад прям. Мен оны жаққанда көргенмін. Күшті. Иісі күшті. Прям күшті. Мен готпын. Бұлай нормальный сияқты білмеймін, қарашы. Бірақ Ағыланға жетпейді. иә, менің бұрынғы тушыма жетпейтін сияқты. Білмеймін, менің ойымша сондай. Мен де ойым солай. Енді пупаның тушын қолданып көремін. Негізі пупаның тендері барлығы жақсы. Ал бірақ тушын көрмеппін мен. Маған ұнайды пупаның тушы. Осы болма сенде? Иә, болды. Әркімнің кірпігіне негізі әртүрлі не жат. Это не такой уж запах. Ананың иісін айтма. Бірінші туштың ба? Үстем қызыл жақтым да. Бірақ мен помада жақтым не. Мына камера дұрыс көрсетпей тұрған сияқты, бірақ мынау амбре сияқты болып тұр сенің еріндегі помада, қарашы. Бірақ кішкене дұрыстап жақса, бордовый түс шығаруға болады. Негізінде мен именно қоңыр түс, қызыл түс дегендерді алғым келген жоқ, ол просто наборда жүрді. Маған наборды біреу жеткіліксіз болды, көрген шығарсыздар. Маған постельный оттенкта керек болған түс, оны жеңгеме беріп жүрдім, сол кісі үшін алған болатынмын. Қалғандарын өзіме алып қалдым. Негізі мына екі шетін қоңыр қылып кішкене. И соның үстінен қызыл қылса кішкене. И амбре жасауға болады, өте көп. Күшті амбре шығатын сияқты. А менде мынандай оттенк қазір көрсетем. Ұқсайды? Значит, тубиктағыдай болады. Тушқа келетін болсақ, мынау көзімдегі менде пупа. Енді екі тушты да жамандай алмаймын, бірақ өте керемет, сондай супер туш деп айта алмаймын. Мына көзімдегі мынау, бұл өте қатты көтермейтін сияқты. Maybelline'нің тушы бұдан қарағанда күштірек көтереді деп айта аламын. Келесі жолы Maybelline'нің тушын аламын, сол кезде көрсететін боламын. Және мына туш, бұл өте арзан туш. Нормально көтерген сияқты, вроде бы. Бірақ жуғанда қалай болатынын білмеймін. Және де кішкене аллергия беріп жатқан сияқты маған. Кішкене көзім қышып сөйтіп жатыр. Мынадан. Білмеймін не екенін. Бірінші рет жаққандікі ма, немесе маған жақпай тұр ма, білмей тұрмын. Қазір 1-2 сағаттан кейін макияжды жуған кезде көретін боламыз. Бірақ негізі мынау нормально. Қышытпайды, ешнәрсе қылмайды, көзге жағады. Бірақ өте қатты көтермейді. А мынау көтереді, бірақ білмеймін, екеуінен таңдайтын болсақ, мен пупаны таңдар едім. Ал бірақ негізі
барлық туштардан болса Maybelline'ді таңдайтын шығармын. Бір күні Maybelline'нің тушын жағып сіздерге көрсететін боламын. Мүмкін мен пупаны өте жұқа қылып жаққан шығармын, мүмкін сондықтан да болар. Жай ғана бір қабат жаққан болатынмын. Мінекей кисточкасы мынандай. Екінші бір қабатын жақып көретін қалай болатын. Жоқ, егер жақсылап жақса, туш жақсы сияқты, қараңыз. Мен жаңа бірінші қабатын тез өтірік какой-то бір секундтардың ішінде жаққан болатынмын. Негізі дұрыстап жақса, пупа жақсы, мінекей. Все. Не істейміз біз бүгін? Видео түсіреміз. Иә. Сосын мен помаданың ішіне жоқ қойдым. Шаймен қосып жеп қойды. Шоколадпен. Иә. Мен сіздермен қоштаспаймын. Ертеңгі блогта кездескенше деп айтамын. Әзірге баршаңызға қайырлы түн. Ал біз видео түсіреміз, сосын видеоны монтаждаймыз, сосын ұйықтайтын боламыз. Алла қаласа. Баршаңызға қайырлы түн. Келесі видео блогта жүздескенше жіберіп алмаңыз. Сосын арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Арнаға жазылу үшін не істеу керек? Андай бір подписаться деген болады, сол басасыз. Иә, міндетті түрде подписаться дегенге басып, қасында қоңырау тұрады, яғни колокольчик, соны басуды ұмытпаңыздар, себебі біздің әрбір видеомыздан сіздерге уведомление барып отыратын болады. Келесі видеоблогта жүздескенше баршаңызға қайырлы түн. Көрüşürüz.